Енді бізге объявление қою бойынша, бізге объявление қою үшін мына жерде екі батырма бар, продать деген батырманы басу арқылы қоя аламыз. Екеуі де бір функцияны атқарып, мой объявление бөліміне өтіп, мына жерден подать объявление арқылы қоюға болады. Бірінші мына жерге біз сурет қоямыз. Суреттерді қойдым. Егер сіз суреттерді қате таңдап жүрсеңіз, мысалы бірінші сурет, бірінші шығып тұратын сурет қате таңдап жүрген болсаңыз, мына жерден өзгертуге болады. Мысалы, менде үшінші суретті бірінші сурет қылып қою керек. Мына жерде үшінші суретке кіретін болсақ, установить как главный дегенді басамыз. Міне бірінші сурет басты сурет болып ауысады. Енді маған қайта қалпына келтірейін. Міне қайта қалпына келді. Соны толықтырайын. Енді менде атын дұрыс жазу керек. Біздікі онлайн маркетинг, SMM немесе маркетинг деп жазуға болады. Таргетинг жарнамасы, продвижение. Енді біздің өзіміз жазғанымыз байланысты ресурс таңдап береді. Сетевой маркетинг және продвижение в социальных сетях деп жатыр. Менде көбірек продвижение келеді. Сосын жер частный дегенді таңдаймыз. Бізде бизнес дегенді таңдауға болады. Бірақ ол нақты қаны не айырмашылық болатынын ол өзім көрмедім. Описание жазу барысында бізде нақты арасы ашылған, оқуға ыңғайлы болу керек, яғни және клиенттің барлық сұрақтарына жауап беру керек. Қазір мен өзім описаниемді дайындап көрсетейін. Менің жарнама текстім осылай. Онлайн маркетинг бизнесін жаңа деңгейге шығарамыз. Мына жерде бірден айтайын, смайликтер ешқашан қолданылмайды. Мен басқа чаттарға жіберу үшін істеген болатын. Так, осылай. Смайликтер алып тастаймыз. Онлайн маркетинг жаңа бизнес жаңа деңгейге шығарамыз. Бұл типа слоган сөзді бізде анықтаушы біздің артықшылығымызды білдіретін типа. Жарнамаңыз интернетте жарнамауға жетпей, бізде мына жерде сұрақ болады. Мына жерде не үшін сіз бір нәрсені іздеп жүрсіз бе деген секілді. Жарнамаңыз интернетте жарнамауға қажет пе? Бізге жүгініңіз, мен сізге бізді таңдауға болатын, яғни 4 артықшылықты айтамын деймін да, осы жерде өзімнің артықшылықтарымды жазамын. Сосын мен да өзімнің услугамды айтамын. Сайт жасау бойынша, Facebook таргетинг бойынша және дизайн бойынша өзім ақпараттар айтамын. Және бағаларымды қойып шығамын, осы жерге нақты қандай екен. Сосын байланыс нөмірін қалдырамын. WhatsApp чат және Instagram сілтемемді қойып қоямын. Енді мына жерде менде рубрика социальный сети болғаннан кейін мына жерде бұл баға қойылмайды. Мына жерде егер тауар болатын болса, уже баға қойылатын еді. Баға неге жоқ дегенге. Сосын мына жерде местоположение таңдаймыз, қай жерге қою керек. Сосын мына жерде автомат түрде біз номер тіркелеміз, сол номер автомат түрде осы жерде қатып тұрады. Сосын сөздің дұрыс оқылуы және оңай оқылуы үшін біз сөздің арасын ашып жазамыз. Және сандар қолдансақ болады. Оңай оқылуы үшін арасын ашып жазған жөн. Смайликтер өкінішке орай қолданылмайды. Бұл жерде сурет таңдау барысында бізге сурет ашық және жарқын. Егер сіз фотошоптың дизайнерден заказ беретін болсаңыз өте жақсы. Осы жерге қоямыз, сосын опубликовать деген батырманы басамыз. Міне мына жерде смайликтер болып тұр, сондықтан жібермейді. Егер сізде товар болатын болса, товардың суретін қалай таңдау керек? Менде услуга болып тұр, бұл услуганы сатпаса, қазір сізде егер товар болатын болса. Ал егер айтайық, қазіргі күнде ең сатылым болып жатқан қазір 2019 жыл қаңтар айы мишке розадан жасалған мишке, сол өте сатылымы жоғары болып жатыр. Көбісінің бейнесін көрдім. Шығып кетейін. Мына жерге интернеттен жүктеліп алынған суреттерді қойып қояды. Әрине дұрыс, бұл жерде интернеттен жүктелген суреттер бізге әдемі түсірілген суреттер болып салынады. Бірақ осы интернетте бірінші главный дегенді көрдік қой. Главныйға осы суреттерді қойып қоюға болады. Сосын ары қарай негізгі шынайы суреттерді қою керек. Өйткені сіздің клиентіңіз мына дәл осы тауарыңыз дәл осындай шықпауы мүмкін, және одан кейін көп клиенттер тауардың шынайы түскен суретін көргенін қалайды. Мына жерде
описаниялар жақсы жазылыпты, бағалары көрсетілген. Жоқ, бағалар өсірілмепті. Подарочная упаковка бесплатно. Түсінікті. Жерде өкінішке орай бағасын жазылған дейтін теңге, бірақ мына жерге бағалар әртүрлі болу керек, 25 сантиметр, 40 сантиметр әртүрлі болу керек. Мына жерде қателік несін қоймаған, шынайы суретін қоймаған. Ол алыпсатар болып есептелінеді, негізінде солай ойлаймын, өкінішке орай. Мына жерге өзінің WhatsApp сілтемесін қоюға болады, Instagram болса Instagramда қойып қойса болады, және тағы басқа байланыс жүйелерін қойып қоюға болады, оңай болу үшін. Жақсы, біз осы сабақты қорытындылайық. Бірінші суретті қойған кезде бірінші интернеттен алынған суретті қоюға болады, сосын ары қарай өзінің шынайы суретті қоюға қажет. Өйткені ол клиентке жақсы болады. Сосын сөздің тауардың атын жазу барысында бірнеше сөзді қолдануға болады. Мысалы, менде таргетинг жарнамасы мен дизайнды қолға аламын, яғни оларды үтір арқылы жасақ болады. Мен SEO продвижение, қазір көрсетемін, SMM, таргетинг, продвижение деп жаздым. Көбісі, мысалы, көп іздейтін SMM деп іздейді, таргетинг деп көбісі іздемейді, және продвижение деп те іздейді. Мен осыларды үтір арқылы жаздым. Егер мен іздеген кезде осы менің объявлением шығатын болады. Бірден осылай екен деп көп сөздерді яғни синоним емес сөздерді жазу қажет жоқ. Мысалы, дәл осылай келетін болса, SMM, таргетинг, продвижение болса қосатын сөздер болғандықтан мен осы сөздерді жаздым. Және бір қызықты жайт, заголовокты жазу барысында тауарға купить деген сөз қойсақ болады. Мысалы, OLX сайты бізде Google-дан іздегенде 3-ші, 4-ші немесе 2-ші болып шығып отырады. Әрине өздері рекламаға байланысты өздері шығарып отыр. OLX-тің көп кіруіне бар. Сөзде купить деп қоятын болсақ, мысалы, купить мышку из роз деп қоятын болсақ, біздің жарнамамыз сол жерден шығу мүмкіндігі болады. Яғни купить мышку из роз деп қойсақ та болады. Видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видео сабақта біз қалай жарнама жіберу керек болады, соның жарнама түрлерін қарастырамыз.